Мероприятие деп айтқанда, ушундай бир сиз шора өзүбүздүн районда жашай турган, өзүбүздүн районда мына сахарный диабет менен ооруп турган, сахарный диабет менен ауыртырга риск заболеть деп айтабыз бизден ауыртырга коркунучтуу болгон кишилерди биз мына жыйып, улай сиздин жыйдык ушу залга нерсе үчүн бизде бүгүн кунакта общественная организация, международная общественная организация против диабета деген біздің мына шушындай ұйышма ішлеп келе, ол халықара шушындай ұйышма диабетқа қарсы күреш bilen шұғылдана, біздің территорияда түгіл, Татарстан территориясында түгіл, башқа түрлі. Жетекшісі шушы президент Международного благотворительного фонда «Победим диабет» деген мен айтқан, ол шулық уақытта член общественного совета главного бюро медико-социальной экспертизы, біздің Татарстан бойынша эксперт общественной палаты Республика Татарстан. Лилия Хабирова Амирзиянова была жетекшісі. Шуның жетекшілігінде алар игілікті ішлеп үйрейлер. Шулай ук бізде бүгін қатнашалар координатор шушы благотворительный фонд «Победим диабет» фондының координаторы Амирзиянов Азгар Масарович. Андан соң біздің врач-эндокринолог консультативный поликлиника РКБ-нің бар бит, поликлиникасына менгенлігіз бар енді. Шунда врач-эндокринолог болып шыққан Сахибуллина Регина Фаязова біздің. Бұл докторлар енді алар қазір айтырмен жеткендеген, алар міне өздерінің лекцияларын сөйлегенден соң, оқығаннан соң алар біздің өзіміздің непосредственно ауруларны қабыл етешектер бүгін. Солай бет? Қабыл етешектер. Приемға уже шығып кетті деп айттылар, ол уже приемда балаларны қабыл ете. Андан соң администратор Центра общественного здоровья Саламат плюс Азгарна Алябиева біздің онда. Так. Дарья Олеговна, Дарья Олеговна, тоже мына шушындай мотор зор составта, андан соң